Сәлеметсіздер ме әріптестер, мен атым Акимгалиева Айгүл Сәрсенбайқызы, мен Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Жамбыл ауылының 10 жылдық педагогикалық өтілі бар математика пәні мұғалімімін. Мен жеке тәжірибемде байқағаным, математиканың өмірмен байланысқанын қаржылық сауаттылық жақсы талдайды. Яғни балаларға да ол тақырып қызық. Бұл тақырыптың өзектілігі Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің тұжырымдамасында айтқандай, қаржылық сауаттылық 21 ғасыр баласына ауадай қажет дағды. Ал менің мұғалім ретінде қосатын үлесім саналы әрекет ететін, еңбектен қорықпайтын, есепке жақын, қаржылық сауаты бар ұрпақ тәрбиелеу. Қаржылық сауаттылықтың негізгі пункттеріне тоқтайтын болсақ, ол еңбекті бағалау, жоспарлау, үнемдеу және жауапкершілік. Осы негізде мына оқушы маған мынандай сұрақпен келді: математика маған неге керек деген сияқты сұрақпен келді. Ол кез келген балада бар қазіргі балаларда. Мен ол оқушыға болашақта бизнесмен болсаң деген сияқты ұсыныс тастап, мынадай ғылыми жоба жасап көрдік. Қой жүнінен, ауылда көбіне қолданыс жатқан қой жүнінен ата-анасымен бірге жуып, тазалап, кептіріп, көрпе жасап, одан пайда түсетінін көріп, сол арқылы ғылыми жоба жасап, ол ауданнан жақсы марапатқа ие болды. Оның жұмыстарына QR-кодтан тамашалансаңыздар болады. Баланың бойында еңбектің нәтижесі, еңбектің құны деген керемет ой қалыптасты. Келесі мысал жасымен оқушының оқиғасы. Ол өзінің ұйқысының бұзылуы, тамаққа деген тәбетінің болмауы, тек қана фастфудпен тамақтанатын сондай проблема болды. Және ата-анасынан берген қалта пұлы ай соңына жетпейтінін байқады. Соның негізінде біздер салауатты өмір салтын ұсынатын жоспар жасап, сол кезде ақшаның артық қалатынын байқадық. Және оның тағы бір арманы iPhone сатып алу еді, соған қол жеткізе алды. Сол арқылы біздер ғылыми жоба жасап, ауданның 3-ші орын алдық. Яғни салауатты өмір ұстансаң, екі төлемейді деген тағы бір қаржылық сауаттылық негізіне идеяға келдік. Мына бір мысалды айтатын болсам, менің оқушым көпбалалы отбасыдан шыққан. Оның әр оқу жылының басында өзін атқан жейдені, өзін атқан көйлекті ала алмау салдары пайда болды. Соны шешу үшін біздер көктем айында жоқты болмаған, көшет егіп, есеп жүргізіп, жазып, табыс табу жолдарын қарастырдық. Сол арқылы ақша жинап, алдағы мектепке деген дайындығын өзі жоспар жасап құрастыра алды. Яғни ол оқушының бойында қаржылық сауаттылық пайда болды. Жобасынан бірінші орын иеленді. Осындай қадамдар арқылы ол болашақта тегін Турцияда оқуға болатынын байқады. Сол арқылы құжаттарын жинап, қазір Турцияға білім алуға еңбек етіп жатыр. Яғни бұл негізгі түрткі ойы еңбек бәрін жеңбек. Енді бұл балалардан не байқадым мен осы жұмыстар кезінде? Ата-ананың еңбегінің үстінде оларға деген сыйластық артты, ақшаның оңай келмейтінін біле білді, болашағына деген жауапкершілік артты, мақсат қойып оған жету жолын талдады, ысырап пен үнемді ажырата бастады, саналы жоспарлы әрекеттер етіп бастады. Менің ұсынысым оқушының жеке жобасына бағытталған тапсырмаларды көбірек беруіміз керек. Балалар сол кезде көбірек қызығады біздерге, сабақтарымызға ынталана түседі, зеректігі оянады. Сіздермен бірге болған мен Акимгалиева Айгүл. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.